Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін біз әрдайым теледидардан немесе жаңалықтардан көре бермейтін, бірақ әрбір ірі қала үшін маңызды бір мәселені қорғаймыз. Ол үйсіз адамдардың өмірі. Көптеген адамдар үшін Лос-Анджелес сән салтанат пен жетістіктің символы болса да, бұл қала сондай-ақ Америкадағы ең үлкен үйсіздер қауымдастығының бірі. Міне қараңыздар, бастап кеттік. Мына жақта міне үйсіздердің, бірінші үйсіздердің палаткалары осылай көшелерде жайғастырып, көшелерде тұрады ол үйсіздер. Біз қазір Лос-Анджелестағы ең үлкен аудан, үйсіздер тұратын Skid Row деп аталатын ауданға бара жатырмыз. Аза, сен не дейсің? Қазақша сөйле бірақ. Қазақша деймін ба? Көрсе Аза сөйлеп бір нәрсе? Өзің сөйле. Жарайды онда. Қазір міне екі көше қалды, қараңыздар. 1 минут, бір светофор, екінші светофор. Бірақ бұл деген сол Skid Row'дың әйтеуір бір карттан жазғанда Skid Row деп жазсаң ортасына апара салады. Біз дегенмен қазір көшелермен жүріп іздеп көреміз. Сосын көшесімен жаяу жүріп өтуге де тырысамыз. Қолдан келгенше, егер бұл влог шықпай қалса, демек бізді үйсіздер ұстап алып, айырып тастады деген сөз. Давай машинамен бір өтейік та бірінші. Или біз машинамен өтсек түрімізді жаттап алады да сосын. Жоқ, давай машинамен өтейік. Машинамен өтейік бірінші. Через терезе арқылы түсіре берсей. Давай. Қай көшесімен өткен дұрыс екен? Уже андай атмосфера уже өзгеріп жатыр, андай. Резко. Міне қараңыздар, қаншама палаткалар. Бұл деген тек бастамасы. Қазір бір көшелер бар, кілең палатка тұратын. Қара. Светофорға қызылға тұрғанда түсіріп тұрма камерамен. Неге? Көр қалып жүгіріп келіп терезені сындырып. Мына көшемен жүріп. Оңға кетейін ба? Или это одна сторона? Была одна сторона. Көр қалмасын. Мына көше жесткий сияқты. Оңға кетпейсің ба? Одна сторона. Ана мужик па? Мужик қой мынау, көрдің ба банкалар? Менинга чөп қой мынау. Лос-Анджелес деп кім айтады? Кинодан көріп жатқан Лос-Анджелес деп. Мен мына жақта оңға кетейін. 7-ші көше осы ғой міне. Или бағана көшемен өтейін ба? Давай, односторонний, ма? Давай. Жду свой туалет. Міне мына жақта түсірсе. Мына қараңыздар, міне мынау барлығы. Палаткалар, бұл үйсіздер, тұратын палаткалар. Мына жақта қаншама палатка. Ішінде, бұлардың ішінде нормальныйлар да бар негізінде. Конечно. Ол качок. Ана жүр ғой, ана качок. Мына қараңыздар. Забавный священ какой-то. Оңға ма? Оңға, и 7-ға түсейін. Маған мындай машинаның ішінде отырып, соның өзі қорқынышты. Қазір жаяу ғана жүреміз, Аза? Білмейміз. Жарайды, мен Азаны алмаған себебім, Аза спортсмен. Мынау ғой, 7-ші көше. Сан-Педро. Андай именно мына үлкен емес, кішкентай переулоктардың арасында көбе олар еще. Гидрант пользуется, сходил? Жуынады, пожарный гидранттардың. Сәл су ағызады да солармен жуынады. Міне 5-ші көшеде бар екен. Мына жақта да бар.
болса көп қой. Еще опасно. А, еще сидят, видел, на улице? Не, черт. Мына үйлерде адамдар тұра ма екен? Тұрса каково это так? Ой. Терезенің алдына. Вот даже как стыд. Арсенийда бір 4-5 бомба жиналса уже не хотет концерт беріп. Олар түнімен ұйықтамайды ғой еще. Это что, мыналар бомждар бизнесом занимается? Здесь какой-то базарчик есть, да, видел? Мексиканский. Ол чуть ары емес па? Даунтаунға жақын. Онан қара, Тайсонмен кім төбелесейін деп жатыр? Ник Пол. Джейк Пол, да? Джейк Пол ма? Джейк Пол. Мен тұр елі тұралайшы. Ничего не делаю. Түсірге болған деген. Вот. Что снимаете? Мен тұрда Чё? Они здесь просто патрулируют, ты что здесь кипишь просто? Видишь, их сколько? Вон, смотри. Мен тұр. Бомба ұстап. Ну, проверяют, наверное, живой, не живой, да? Заглядывают, видел туда? Міне 6-шы көшеге бұрылайын ба, или былай кетейін ба? Так. Былай да қызық сияқты. Я бы сплай. Жүрген сияқтымыз, да? Осылай жүрейін ба? Жоқ, былай жүрші. Прямо жүрейін ба? Мына жаққа да түсіріліп жатыр ғой негізінде, білесің ба? Можно и отсюда вытащить. Қисық тұрмаса. Сол. Бұл емес қой, Жүр. Осторожно. Осторожно. Кстати, мына жақтан да шығарса ба? Еще одну затем. Кстати, вот так стояла до этого, помнишь? Әлі тұрды ма? Мы здесь проезжали? Да, там здесь проезжали. Мы с той стороны дальше. И по 6-й поднимались. Енді оңға кетейін ба? И по 6-й түсейін ба, или қалай? Дұрыс. Давай, ке. Мына жердің бір жерінде не бар еді ғой? Полицейский участок. Камни, чтобы не лежали, да, бомжи? Видишь, как это... Списательный. Вот тоже смотри. Ну, односторонний, ладно. Односторонний. Это 5-й, да, потом... Мына жақта уже нелер ғой мынандай, маркет, типа базарчиктар, Мейл. Машины останавливать руками. Жалпы бұндай адамдар бұл жағдайға, бұл күйге қалай тап болды, оның нұсқалары көп. Нұсқалары деймін ғой. Себептері көп. Біреулерде ол сондай төменгі социалды жағдайда, сондай отбасында пайда туылды, жалпы андай наркомандар, алкоголиктар дейді ғой, сондай отбасында туылып баласын тастап кетуі мүмкін. Біреулерден жалпы нормальный адам болып жүріп, там жұмысынан айырылып, үйіне ақша төлей алмай сондай күйге түсуі мүмкін. Біреулер тіпті сондай образ ұнайды деп естігем мен, шын өтірік па білмеймін жалпы. Сондай ештеңкеге не подвязан, ештеңке төлеу керек емес, жай ғана далада тұрады, кайфовать етіп. Көбінде енді бұларды явно бұларды нететін шығар, размножаться ететін шығар. Жатпайды ғой, просто бір-бірлеріне палаткаларына барады шығар. Чо там деп. Сөйтіп там көтеріп қою дегенде болады бұларды. Сосын олар примерно туа салып сөйтіп далада өсіре ме екен балаларын, не істейді екен? Немесе андай не алып кете ме екен? Child там контрол ма не бір деген бар шығар. Бізде бұрын Алматыда мен білем, Алматыда айналақта именно болатын бомждар. Мен кішкентай кезде. Сосын олар жоқ болып кетті. Білмеймін неге жоқ болып кетті. Астанада мен естідім, что бомждар тоже болатын. И экспо кезінде олардың бәрін алып жинап бір жаққа апарып тастады деп естідім. Андай вообще айдалаға. И типа сами там выживайте, не выживайте, нам пофиг. Деп, короче, сөйтіп апарып тастады деген, енді білмеймін ол қаншалықты рас өтірік, бірақ сөйтіп естідім. Не үшін Лос-Анджелесте көп, себебі бұл жақ жылы.
Олар тағы да жылы аймақтар, мысалға Гавайида да көп. Гавайиға жалпы бомждар апарып тастайды деп естігенмін мен. Сосын негізі Нью-Йоркта да көп, бірақ қыстаулар қақта тұрады екен. Андай нелерде канализация дегендерде тұрады екен. Көбісі ауру сияқты еще. Наркомандар, психикалық ауытқулары бар. Сосын андай естіген мен, сен естідің ба? Бір жылдары психбольницадан біразын, енді қатты қоғамға опасный еместерін босатып тастаған деп, себебі олар адамдар, олар бостандықта өмір сүру керек деп босатып тастаған деген дейсің. Мынау деген не андай кішкене қымбаттау палаткалар, с видом на даунтаун дейсің. Міне қараңыздар, мына жақта полиция учаскесі бар. Дәл бомждардың қасында. Мынау не бомждардың тұратын тағы да көшелер. Ана қызды қарсы кейін алған. Мынаны қараңдаршы, осылай дәл осы позада тұратындар өте көп. Я походу бір нәрсе шегіп ала ма, жеп ала ма. Ана жаққа қойыңшы. Дәл қазір біз тоқтадық, достар, паркингқа қойып деп жатырмыз, көшеге. Осылай көлікті қойып, қазір жүріп қайтайық деп жатырмыз. Қаншадан екен? $1,5. Бомждарды түсіру үшін $1,5 төлейік деп жатырмыз. 4-тен бастап 50 цент екен. 4-тен кейін келеміз ба? Кеттік қазір. Менде тиымдары бар. Міне 200 теңге салайын деп жатырмыз. $1,5, $200 теңгеде қанша? 50 цент па? 50 цент, 20 минут теңге. Әзіл. Аз айтады, машинаны жауып, андай құлып салып кет есігіне дейді. Машинаны жаптың ба? Давай, нан көрсетейін да мен, ұсташы? Нан қараңыздар, достар, сіздер үшін, влог түсіру үшін андай ручка сатып алдым. Бұл ручка, камера. Қазір бұны біз аламыз да. Мына жағында мені ашатын. Камерасын ашасын, объектив. Қосып қоям. Болды, түсіріп атқан сияқты. Қалтама салам. Болды ма? Давай, кеттік. Ал біз мына ақ камерамен түсірмейміз, себебі кішкене қорқынышты. Бірақ қолға тығып түсіріп жіберем деп ойлаймын. Вот нормально же? По идее было бы интересно. Вряд ли жалғыз өзі берді. Фейлы, да, всякие? Странных людей.
Қараңдар, машинада кондиционер бар. Ты живешь, блядь? И все, блядь, остановки 2 метра, блядь. Ты так выходишь? И сразу садишься, да. Мынадан ба, мынаны қараңыздар, мынау жаңа үй, қасында ескі үй, заброшенный сияқты терезелеріне қарасаң. $2000 ма, мынада ма? $1000. $1000 2 бедрум. Заманчиво, мүмкін тұрар едім. Машинаның жағдайы нормальный сияқты. Ештеңкені сындырып, ештеңке алып кетпеген сияқты. Так, мынаны көрейік енді. Түсірді ма, әйтеуір түсірген шығар, надеюсь. Қалай? Как будешь смотреть? Никак, дома только. Чё, қалай аза? Прогулка. Да, классно, свежий воздух. Көшелердің иісі сасып тұр. Неше түрлі адамдар, жаңа енді камерада қалай көрінгенін білмеймін. Неше түрлі нәрселер істеп жатыр, біреулер тамақ пісіріп жатыр, от жағып кәдімгі көшеде отырып алып, андай қағазбен. Осындай. Біреулер андай көбісі не? Угашенный дейді ғой былай. Өшіп алған. Жаңа біреу біз жаңа басында өтіп бара жатқан жерде нормально отырған еді, сосын бір круг жасап қайтып келе жатсақ уже бүйтіп отырған дейді. Под кайфом. Кеттік ары қарай, қазір келесі паркқа барып көреміз. Мак-Артур деген сол жақта да үйсіздер көп. В общем, достар, Мак-Артурдың айналасында жүріп таппадық палаткаларды, мүмкін оларды көшіп тастаған шығар, себебі бұл жақта жиі болып тұрады. Бір жерге шоғырланып алса, үйсіздер біраз уақыттан кейін оларды қуып тастайды. Тазалап, кәдімгі біздің Арсенийдің жанында көп болатын ғой, келіп шоғырланып алады да, сосын оларды қуып тастайды. Бұл жақта да сондай болған шығар. Сондықтан осы міне сіздерге енді мүмкіндігімізше көрсеттік. Лос-Анджелес, сіз білмейтін Лос-Анджелестің бір жағын көрсеттік сіздерге. Кинодан көріп үйреніп қалған Лос-Анджелес ондай емес екен. Біз кеттік, жақсы байланыстамыз. Мынаны қараңдаршы, пожарныйлар дерзкие. Пожарный машиналар дерзкие.